Латын әліпбиіне көшудің ең басты қажеттілігі неде? Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ең бастысы қазақ тіліне жаңғыруға жағдай туғызады деген болатын. Шынында да әліпби ауыстырудың саясатқа да, басқаға да қатысы жоқ. Ең басты қажеттілігін тілдің өзі талап етіп отыр. Тілдің ішкі сыртқы жағдайы қазіргі жазудың айтылымға кері әсер етіп, өзге тілден кірген сөздердің салмағы арта түсіп, кірме дыбыстардың төл сөздеріміздің фонетика, грамматикалық талаптарын бұза бастауы секілді түрлі жағдайлар әліпби өзгерту мәселесін алға тартты. Демек, әліпби өзгерту тек кирилл әріптерін латынмен алмастыру ғана емес, жазу саласында реформа жасау қажеттілігін талап етеді. Бұрынғы жазбаларда қазақтар сөйлегенде ән салып тұрғандай депті. Мұның себебі тілімізде сөздің қос дауыссыздан басталмауы. Яғни бір дауысты, бір дауыссызды соңынан ертіп, немесе бір дауыссыз, бір дауыстыны ертіп, өзара үндесіп айтылуы болса керек. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Олай болса, бүгін біз сіздермен айтылуы бойынша жазылатын кірме сөздердің емлесіне, қосымша жалғануы қиындық туғызатын сөздер және әріптердің емлесі және орфоэпиялық ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Түбір мен қосымшаның және сөз аралығындағы дыбыстардың бір-бірімен өзара ықпалдасып, үйлесіліп айтылуы үндесім заңы деп аталады. Тіл үндесімі сөз құрамындағы дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке айтылуы. Қазақ тілінде бұл негізгі дыбыстық заңдылық ретінде жазылымда сақталады. Яғни, қазақ жазуы тіл үндестігін басшылыққа алады. Тіл үндестігі сөз тек жуан немесе жіңішке болып, оған жалғанатын қосымша да соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай үндесіп жазылуы. Ерін үндесімі түбір сөздегі еріндік дауыстының әсерінен кейінгі дауыстылардың да ерінің қызметіне қарай үндесіп айтылуы. Мысалы, жүрек, күрек, өзен, жұмысшы. Тілімізде үндестік заңына бағынбай, сөз ішінде жуан және жіңішке дыбыстар араласып келіп, бейүндес түрде жазылатын сөздер бар. Олар мынандай жағдайда кездеседі. Араб-парсы сөздері. Ақырет, қазірет, құдірет. Араб-парсы хана, кез, кер, қор, нікі, дікі, тікі, мен және тағы басқа. Бейіндес сөздерге қосымшалар сөздің соңғы буындағы дауыстылардың жуан немесе жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы, ақыреттің, тәкаппардың, күнәһарға. Сонымен бірге қосымша жалғануы қиындық туғызатын сөздердің бірі соңғы буыны дыбысымен келетін араб-парсы сөздері. Оларға қосымша кейде жуан, кейде жіңішке жалғанады. Мысалы, зәмзәмға, зәмзәмді, куә мен, куәға, күмәнді, күмәнға. Сондай-ақ бір қатар сөздердің жазылымы босаң норма ретінде танылып келе жатыр. Мысалы, ділда, ділдә, ділмар, ділмәр, тілмаш, тілмәш, мүшайра, мүшәйрә, каусар, кәусәр. Келесі әріптердің емлесі және орфоэпиялық ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, сөз мағынасы әсер етпеген жағдайда әріптерін түсіріп таңбалау мәселесі жазу тарихымызда бірнеше рет көтерілген болатын. Ахмет Байтұрсынұлы мен Құдайберген Жұбанов
әріптерін түсіріп жазуды ұсынды. Бейіндес буын жігіндегі қысаң дауыстыларын таңбалау немесе таңбаламау мәселесі де ұзақ жылдар бойы орфографиядағы қиындықтардың қатарынан орын алып, кейде түсіріліп, кейде түсірілмей жазылған болатын. Мысалы, рахмет, рахымет, қызмет, қызымет, сондай-ақ көмескі естілетін жерлерде. Мысалы, емле, еміле, үкімет, үкімет. Қазіргі жағдайда мұндай ала құлақтар бір нормаға түсіріліп, орфографиясы айқындалды. Әріптері сөздің барлық буынында жазылады. Мысалы, ықылас, атақты, ізгілік, ірімшік. Түбірдің соңғы буында үнді дауыссыз дыбыстан кейін тұрған әріптері тәуелді қосымшасы жалғанғанда түсіріліп жазылады. Мысалы, ауыл, ауылы, дауыс, дауысы, ерін, ерні, халық, халқы, орын, орны, көрік, көркі. Ескерту. Мағынасынан нұсқан келетін сөздерде түсірілмей жазылады. Мысалы, құлық, құлығы, көрік, көрігі, қалып, қалыбы, нарық, нарығы. Тапсырма. Қай сөздерде қате жазылған? Ауыл алтын бесік. Дастанның ауылы шелек деп аталады. Қазақ халқы қонақжай халық. Асанның жұмыс орны екінші қабатта. Асан жұмыс орнын ауыстырды. Жапырақ жайған жас қайың. Ж әріпі сөздің барлық буынында жазылады. Тағы да естеріңізге сала кетейік. Түбірдің соңғы буынында үнді дауыссыз дыбыстан кейін тұрған әріптері тәуелдік жалғауы жалғанғанда түсіріліп жазылады. Бір қатар кірме сөздер айтылу бойынша жазылады. Мысалы, тауар, нөмір, пошта, костюм, пәлте, пойыз, съезд, слесарь, ведомость, ведомостьтік, кетчуп. Сонымен қазақ тілінің үндесім заңдылығына сәйкес сөздердің алғашқы буыны жуан болса, келесі буындар да жуан, немесе сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Мысалы, жазушылар, оқушылар, қаладағыларымыз. Ал сөздің алғашқы буыны жіңішке болса, келесі буыны да жіңішке, немесе сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Мысалы, өнершілерге, әншілерге, үйдегілеріміз. Осы заңдылықтармен байланысты сөздің соңғы буынында ғ дауыссыздары келсе, қосымшалар үнемі жуан болады. Мысалы, хат, халық, хабар, қабақ, қабық, қысым, ғалым, ғажап. Ал бейіндес сөздерге қосымшалар сөздің соңғы буындағы дауыстылардың жуан немесе жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы, ақыреттің, тәкаппардың, күнәһарға. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда үндесім заңы, бейіндес жазылатын сөздер мен қосымша жалғануы қиындық тудыратын сөздерге және түбірдің соңғы буындағы үнді дауыссыз дыбыстан кейін келетін әріптерінің
тәуелдік жалғау жалғанғанда түсіріліп жазылатынына тоқталдық. Біздің тәжірибемізде қазақ тілі бай тіл, тек сөздері ғылым жолына салынып реттелмеген тіл. Қазақ тілі ғылым жолына салынып реттелсе, ешбір жұрттың тілінен кем болатын емес. Бұған илануымыз керек деген Ахмет Байтұрсынов. Ендеше латын әліпбиіне көшудің стратегиясында көрсетілгендей, ғылыми сананы қалыптастыратын ғылыми стильдегі мәтіндерге кеңінен қолданылатын терминдік сөздер енді қазақ тілінің орфографиялық ережелеріне сай жазылатын болады. Бұл ғылыми сананың ұлттық өзегінің күшеюіне септігін тигізеді. Тіл жұрттың жаны, тілінен айырылған жұрт, жойылған жұрт. Ана тіліміз тұғырымыз екенін әсте ұмытпайық ағайын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.